студенттерінде тіркелген, сондықтан продукцияны білем, продукциясын тіркелген бизнеске емес. Сондықтан келген новичоктарымызға бірінші очередь продукция туралы айтамыз. Яғни beauty chatымыз бар арнайы. Beauty chatқа қосылғаннан кейін 3 күн бойы ол бірінші wellness полный азаннан кешке дейін сол продукция туралы айтамыз. Жеке-жеке тоқталамыз. Әрқайсысына қалай қолданады, қалай ішеді, барлығын түрлерін барлығын айтамыз. Одан кейін келесі күн новиш. Новиш тоже қалай қолданамыз, өзіміздің отзывымыз бар, қалай жағамыз жаңағы барлығын айтып түсіндіреміз. Екінші күні, үшінші күні уже полный акциядағы каталогтағы новый новинкалармен таныстырамыз. Одан кейін 3 күн өтті, 3 күннен кейін заказ салмаса уже удалим или жаңағы басқа чатқа алдырамыз. Басқа лидер чатымызға ауыстырамыз. Заказ салмаса, бірақ заказ салмаса отыра береді. Удалить етпейміз, себебі кейін оянатындар бар шығады. Одан кейін продукция. Яғни новичок ол продукцияны білмейтіндер бар, Oriflame-де. Сондықтан живойынан түсіруге тырысамыз барлығын. Просто картинка, видео жібермейміз чатқа. Өзіміз қалай қолданамыз, досконально барлығын видео түсіріп жібереміз. Новинкалар болса, міндетті түрде қыздарымызға алдырамыз, сығайлыққа алып жатқан қыздар бар ғой. Соларға прям новинкаларын алдырып, соны түсіндіреміз. Және де статусқа қойылу. Мен статусты көп қоймайды екем, қыздарымнан үйреніп жатырмын сложностіндегі. Яғни статусты қою керек екенбіз өздері келу үшін. Және не қолданам деп көрсету керекпіз. Егер продукцияны новичок жақсы көрсе, ол ешқандай кетпейді бұл компаниядан. Бірінші продукция, одан кейін бизнесмендер кетуі мүмкін, не сияқты. Сондықтан новичоктарды бірінші очередь қалай қолданып барлығын үйретіңіздер. Фарида рахмет үлкен сізге. Фарида поделилась своей историей успеха. Не зря бизнес Oriflame называют бизнесом истории. Мы услышали, какая продуктовая коммуникация идет в структуре. Благодаря тому, что всех новичков вы добавляете в чаты продуктовые, бьюти-чаты, где они получают информацию о продукции, wellness, о другой продукции компании Oriflame. Но что касается, вы можете проходить на свое место. Спасибо огромное за ваши советы, за вашу историю.